көптеген қонақтар келді. Ал мен сол қонақтармен амандасып алайын. Bizler жақсы баламыз, біздің ақыл санамыз, қонақтар менен алар, амандасып баламыз, сәлемдесіздерге. Жарайсыңдар. Әдісімен бірінші егеміз бидайды өсу жолдарын, бидайдың өсу жолдарын бағым сен білесің ғой, бәрін білесіңдер, бірінші не істеуіміз керек бидайды екпес бұрын? Бидайды екпес суға жуып аламыз. Сосын марганецкий суына қосылған Неше минутқа қойып қоямыз? 7-10 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін барып егеміз. Олай болса сендер Айжігіге кеуіп, осы бидайды жуып өздерің әдіс тәсілдер технология. Балалар, сендер естеріңде ғой, гидропоника дегеніміз не өзі кім айтады? Айтады? Гидропоника дегеніміз өсімдіктерді жасанды ортада тасырақтарды қолданбай өсімдік барлама тәсілі. Дұрыс айтады. Топтың толымен шұғыларын толып пияз егеді. Пияз бұлар. Bunu da bilesiniz балалар, Biz birazcık salamızda kumda seviyoruz. Bırak ağzımıza salmayız, baykayız. Ağzımıza salığa bulmayız. Şeyler açmayız. Bakın. Al sen burada arnayı ıstарға дренажды салу арқылы салат жапырағының тоқымын себеміз, тоқымын себу арқылы жапырақтарды жасалған гидропоникамызға екеуміз орналастырамыз. Бұл гидропониканың ішінде бізде не бар? Су бар екен. Демек, біздің салат жапырағымыз топырақта емес, неде өседі екен? Суда өседі, дұрыс айтасыңдар. Оңға, солға. Қайтадан, көзіміз қат жұмамыз. Салындар. Не егеміз? Ас көк егеміз, ас көк тұқымын себу арқылы, балалар байқаймыз, алдымызға салып қоймаймыз, ешқандай жеріне салуға болмайды. Ал сендер, Мираспен, Айша, сендер? Утро организмнің үш типі негізінде болып болған, жасанды, екіжүзді су жануарлары, әдетте балықтар болып табылады. Өсімдіктер, бактериялар, бұл технология таза болып есептеледі. Енді бұның ішіне қоямыз. 7-10 минутқа қоя тұрамыз. Гидропоникаға не істедік? Суда өсетін өсімдіктерді жинағыне пияз етпейді. Жарайсыңдар балалар. Қане? Енді мына бидайдың күтейік. Мирас, сүндет деген, сүндет не істедіңдер сендер? Салат жапырағын еттіңдер, жарайсыңдар. Ана аяғы мен ас көбейтті, дұрыс айтасыңдар, ас көбейтті. Енді бұл ас көбін бетін жеп қойды. Жарайсыңдар.
Yılbaşlar. Az koyuyorsun. Az koy. Bu da tuğra salat yaprak сияқты. Жаңасы шығады, ескісі өзі сарғайып түседі. Так, мен айтамын мынау. Мирас кешті. Өзі етті. Мынау әйел бақыты гүлі негізі суда жақсы өседі екен. Соны зерттедік, соны білдік. Мынау біздің 2 апта бұрын өскен гүлімізді мүлдем мейірімді жоқ. Өлкедегі қайта суды жақсы көреді. Ал мынау жігіттер сендер неткен жұмыстарге не еттіңдер сендер жаңа? Пияз еттіңдер, иә? Мынау пиязымыз, иә? Пияз аквапоник әдісімен егіледі, ол пияздың түбі болады ғой. Өзі шықты, түбі байлайды екен да, шығып өздері тіріп алып, әрі өзі қоректеніп, әрі өзі осы жерде өседі екен. Мынау су арқылы. Камбер қарды бала. Бала, олай болса, al.